Әрбір ата-ана баласының бақытты, дені сау, табысты, адал болғанын қалайды. Дұрыс адам болудың түп тамыры, фундаменті тәрбиеде жатыр. Тәрбиесіз берілген білім ессіздің қолында қылыш деп Менделеев айтқандай, дұрыс тәрбие алмаған адамдар белгілі бір жетістікке жетсе, олар айналасындағы адамдарға әділетсіздік әкеледі, адамзатқа зұлымдық, қауіп қатер әкелуі мүмкін. Осыны түсінген белгілі зерттеушілер Теодор Адорно мен Ханна Аренд нацистердің қудалауынан кейін Муссолини, Гитлер, Сталин, Франко сияқты диктаторлар мен оларды жақтайтын жақтастарының қалай пайда болатынын зерттеп, оларға ортақ мінез-құлық ерекшеліктерін анықтады. Олардың зерттеулері Калифорния университетінің психологы Диана Баумрингке тәрбиенің адамның мінез-құлқын қалай қалыптастыратынын ойлануға түрткі болды. Ол оларды терек зерттей келе тәрбиенің негізгі үш түрін анықтады. Бірінші, билеп төстеуші авторитарлы түрі, екінші, беделді авторитетті түрі, үшінші, ыңғайлы либералды түрі. Кейіннен оны Стэнфорд университетінің психологтары Элеонор Маккоби мен Джон Мартин төртінші түрімен толықтырды. Оны немқұрайлы индифферентті түрі деп айтты. Енді осы төрт түрі туралы қысқаша айтып өтейін. Бірінші, билеп төстеуші авторитарлы түрі. Бұл түрінде ата-ана балаларына қатаң талаптар қойып, оның себептерін түсіндірмейді. Бала тек физикалық және психологиялық жазалану арқылы тәрбиеленеді. Оның ойы мен сезімдері ескерілмейді. Бұндай тәрбие алған бала тәртіпті болады, бірақ өзі шешім қабылдай алмайтын, өзгелерге тәуелді болып өседі. Бойында екіжүзділік, қорқақтық, құрбан позициясы, психологиялық проблемалары көп болады. Мазасыздық, невроз сияқты. Содан жаңағы ренжігеннен ішінде көп реніш, ашу, ыза көп болғандықтан, ертең бір күні ол ашуланатын болса, өзіне де, өзгелерге де зиян тигізуі мүмкін. Екінші, ыңғайлы либералды тәрбиелеу түрі. Бұл түрінде ата-ана өте мейірімді болады, балалардың қалағанын жасауға мүмкіндік береді. Еш нәрсеге шектеу болмайды, бала ешқашан жазаланбайды. Кішкентай бала өз мінезі үшін бұндай жауапкершілікті көтере алмайды. Үлкен ересек адам осындай шектеулерді қоймағаннан кейін өз шекараларын өзі қоюға мәжбүр болады. Осындай тәрбиенің салдарынан өздеріне жоқ дей алмайтын, өздерінің эмоциялары мен қалауларын басқара алмайтын, әлсіздіктеріне бой ұратын, басқа адамдардың шекараларын көрмейтін бала болып өседі. Және олар өздері үшін де, біреулер үшін де жауапкершілік алмайды. Болашақта осындайлардан немқұрайлы, индифферентті ата-аналар шығады. Үшінші, беделді авторитетті түрі. Бұл түрінде ата-аналар балаға әділетті, түсінікті ережелер қойып, балалардың өміріне белсенді араласады. Оның қажеттіліктеріне сезімталдық танытып, еркіндікті шектейді. Балаларына жауапкершілік қалай алу керек екенін, эмоцияларын қалай басқару керек екенін, өзіне керек нәрселерге басқа адамдарға зиян келтірмей, қалай қалағанына қол жеткізуге үйретеді. Бұндай тәрбие түрі баланың өзін-өзі бағалауға, өз жеке басын дамытуға, өзгелерге құрметпен қарауға ықпал етеді. Соның арқасында бала өзін сенімді ұстайтын, тәуелсіз, табысты, лидерлік қабілеті бар адам болып өседі. Бұл енді соңғы төртінші, немқұрайлық индифферентті түрі. Бәрінің ішіндегі ең қауіпті түрі. Бұл өзімен өзі тәрбиеленген балалар. Ата-аналар бұларға қамқорлық көрсетпейді және бұларды тәрбиелеуден бас тартады. Көбінесе депрессиядағы аналар немесе балаларын қаламаған және олармен айналысуға қызықпайтын ата-аналар. Көңіл күйлері болмаса, балалардың қалауларына мән бермей, жайдан-жай жазалап отырады. Сондықтан осындай балалар мектепте нашар оқиды, кейбіреулері мектепті тастап кетіп жатады. Өздерін-өздері бағалай алмайды, өйткені бала кездерінен бастап ең жақын адамдарына керек емес екенін біліп өскендіктен көп жағдайда депрессияда болады, ішімдікке салынады, құмар ойындарға және кейбір қылмыстың түрлеріне жақын болады. Диана Баумрингтің зерттеулері көрсеткендей, беделді тәрбиелеу түрі баланың бақытты, өзіне сенімді болуына ең жақсы жағдай жасайды. Оның теориясы әлі күнге дейін педагогика мен психологияда қолданылып келеді.